Сәлеметсіздер ма? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шаш күтіміне арналған үй жағдайында жасалатын маска түрін ұсынатын боламын. Бізге керегі осындай дәнек. Бұл дәнектің зығыр дәнегі деп аталады. Қоңырқай және осындай қоңырқай ақшыл түстері болады. Кез келген түрі жарай береді. Сонымен қатар зәйтүн майы керек міндетті түрде. Енді осыны қалай жасалу керекті мен сіздерге толығымен түсіндіретін боламын. Бұл су моншасы, яғни жаңағы дәнегімізді осы су моншасында 10 минуттай ұстаймыз. Бұл қайнап тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Енді дәнегімізді басқа ыдысқа салып, осы су моншасында 10 минут ұстаймыз. Міне осылай дәнекті бір рет жуып алдым. Енді осы моншаға үстіне 200 мг дәнектің үстіне қайнап тұрған су құямыз. Бұл су ішетін су болу керек, кранның суы емес. Ішетін судан құйыңыздар міндетті түрде. Енді осыны жақсылап осылай араластырып отырасыздар 10 минут бойы. Бұл қоймалжың түске енеді, соған дейін ұстайсыздар. Енді 10 минут өтті, көріп тұрғандарыңыздар қоймалжың болды. Енді осыны сүзгіштің көмегімен сүзіп аламыз. Маскамызды жылы күйінде шашымызға жақсақ, әсері өте сондай жақсы болады. Әсерін тез аласыздар. Сүзгіштің көмегімен осылай сүзіп аламыз барлығын. Содан кейін барып зәйтүн майымызды құямыз. Барлығын осылай сүзгішіміздің көмегімен сүзіп аламыз жақсылап. Содан кейін дәнегін міндетті түрде жеп қойсаңыздар болатын. Дәнекті тастамаңыздар. Дәнегі өте пайдалы, оның құрамында омега-3, омега-6, омега-9-ға өте бай. Сонымен қатар көптеген дәрумендер бар. А, Е дәрумені өте көп, және В тобындағы дәрумендер бар. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқаның сары ақ уызына ұқсайды, көріп тұрғандарыңыздар сондай қоймалжың болды. Енді осының үстіне мен 1 шай қасық көлемінде зәйтүн майымды құямын. Сосын жақсылап араластырамын да, енді болды, шашыма жаға берем. Шаштың түбінен ұшына дейін барлығын жағып шығу керек. Шашыңыздың көлеміне қарай дайындасаңыз болады. Шашыңызға жаққаннан кейін шашыңызды жылы орап 1 сағат көлемінде ұстайсыз. Содан кейін жылы сумен жуып тастайсыз. Шашыңызға тез әсер береді. Аптасында 2 рет жасап тұрсаңыздар болады. Пайдасын міндетті түрде көресіздер. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Міндетті түрде каналыма жазылыңыздар. Шаш, бет күтімі, қол күтіміне арналған осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп тұратын боламын. Сондықтан каналыма жазылып кетіңіз.